Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жақсы деген немене? Оқушылар, алдыңғы сабақта біз жанды табиғат деген тарауды аяқтаған болатынбыз. Ендеше бүгін бізде жаңа тарау жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп аталады. Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері. Новые слова. Оқушылар, менімен бірге қайталаймыз. Еңбекқор, трудолюбивый, ақылды, умный, мейірімді, добрый, үлгілі, примерный, тентек, непослушный. Жаңа сөздерімізді аудармасымен бірге дәптерімізге жазып аламыз. Тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма – мәтінді тыңда. Оқушылар, мен мәтінді оқимын, мұқият тыңдаңыздар. Менің досымның аты Әлібек. Ол ауылда тұрады. Сабақты жақсы оқиды. Үлгілі оқушы. Әлібек еңбекқор, ақылды, ата-анасына көмектеседі. Үйрек, қаз тауықтарға жем шашады, су береді. Бірде мектептен келе жатып, аяғы сынған торғайды көрді. Торғайға ұя жасады. Ол мейірімді. Оқушылар, біз де Әлібек сияқты үлгілі, еңбекқор, ақылды, әрі мейірімді бала болуымыз керек. Ол үшін не істеуіміз керек? Әрине, сабақты жақсы оқуымыз керек, ата-анамызға көмектесуіміз керек, және үлкендерге, жануарларға, құстарға қол ұшын беруіміз керек. Оқушылар, қазақ тілінде жалғаудың 4 түрі бар. Олар көптік жалғау, тәуелдік жалғау, жіктік жалғау және септік жалғау. Бүгінгі өтетіміз оқушылар жіктік жалғау. Орысшаға аударғанда личные окончания. Жіктік жалғау жекеше түрде және көпше түрде айтылады. Жекеше түрде это единственное числе. Бірінші жақта мын, мен, пын, пін, бын, бін деген жалғаулар жалғанады. Екінші жақта сын, сың, сыз, сіз. Ал үшінші жақта ешқандай жалғау жалғанбайды. Көпше түрде во множественном числе мыз, міз, пыз, піз, біз, біз. Екінші жақта сыңдар, сіңдер, сыздар, сіздер. Үшінші жақта ешқандай жалғау жалғанбайды. Мысалы, мен ұстазбын, сен ұстазсың, сіз ұстазсыз, ол ұстаз. Оқушылар, ережені түсінген болсаңыздар, осы ережеге сәйкес тапсырмаларды орындаймыз. Оқулықтарыңызда 3-ші тапсырманы орындайық. Тиісті қосымшаны жалғап жаз. Тиісті қосымша нужные окончания сіздерде төменде берілген. Мын, сың, мін және сіз. Оқушылар, бұл жазылым тапсырмасы міндетті түрде дәптерімізге орындаймыз. Яғни тиісті қосымшаларды жалғап жазамыз. Енді мына суреттерге мұқият қарайықшы балалар. Сіздерге неше түрлі суреттер берілген. Яғни осы суреттерге қарай отырып, біз де Әлібек сияқты қоғамдық орындарда үлкен кісілерге орын беруіміз керек. Үлкен кісілерімізге көмектесуіміз керек. Табиғатты аялауымыз керек. Ағаштарды, теректерді сындырмауымыз керек. Және жануарларға, құстарға да қол ұшын беріп көмектесуіміз керек. Сонда біз де Әлібек сияқты жақсы деген атқа ие боламыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, жақсы деген немене? Жақсы деген сөзге қандай қасиеттер жатады? Ол мейірімділік, адалдық, қайырымдылық, үлкенді сыйлау, ізеттілік, табиғатты қорғау, тазалық сақтау, әділ болу, өзара көмек, достыққа берік болу, кішіпейілділік, уәдеге беріктік деген сияқты
көптеген жақсы қасиеттерді жатқызуға болады. Бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын, оқушылар. Екі тапсырма жазып алыңыздар. Екі тапсырма, 4-ші тапсырма, 39-ші бет. Диалогты толықтырыңыздар. Сау болыңыздар.